жаңа эффектін көрсет. Жаңа эффектін көрсет. Қалайсыз? Жақсысыз ғой. Сондай ғой, иә? Жоқ, ондай емес. Мүлдем ондай емес. Енді кішкене эмоция беріп кеткенім бар. Атак негізгі Айгүл ондай бір жылап қала беретін Айгүл емес еді. Әр нәрсеге бір. Сондықтан жыламайын деп шештім болды. Біздің жылау қатысушы кім деп ойлайсыз жобада? Өзі жоқ па десең. Өзі жоқ, қайта беріңіз. Айтпаймын ешкім. Ең ақылды қатысушы кім деп ойлайсыз? Білмеймін соны әлі тегі. Әлі білмейсіз. Ашуға тез берілетін қатысушы. Ашуға бірден берілетін бізде көбісі сондай ғой. Соның біреуі. Мен қатты сразу бірден берілетіні кім сияқты Алматы. Жоқ, сіздің неңіз бар, шалдарский киіне ма, кемпірлерский киіне ма, мен түсінбедім. Жоқ, енді былай әдемі болып тұр деп айтып отырмын. Ой, балшы былай киінші депші. Тек қана Құрметті оқырмандар, сіздерге түсінікті болсын. Иә, мен де байқамаппын мысалы. Келді да бір-біріне киім үйде қалып қойыпты деп әңгімені. Просто бұның мен шалбары өзіңдікі ма деп қойды еще. Танымай қалып киімдер ауысып кетіп па? Енді қанша Қалайсыз, Аякөз? Көңіл күйіңіз бәрі күшті ма? Миллион жинап атқан жігіттер бар шығар, бірақ ол жеткенше жобада бітіп қалады деп ойламайсыз ба? Келеді. Енді Қазақстанда бай жігіттер өте көп. Мәссаған. Мен ойламаймын да, мысалы кеше 5 миллион деп айтқанға 5 миллион, маған 5 миллион деген просто 5 миллион деп айтатын нәрсе емес та. 8 миллионды просто обычный 8 миллион. Просто оны қолына ұстап көрген адам, жаратып көрген адамға 5 миллион ақша емес, 8 миллион ақша емес. Не үшін ақша емес? Мәссаған. Солай екен. Енді білмеймін, енді келеді деген ойдамын енді. Келеді деген. Жарайды. Сосын сізді жылатқан комментарий. Мен комментарийға мән бермеймін. Мен ең жақсы қасиетім ешкімнің сөзін білмеймін. Маған қызық емес. Мен өзім білемін. Құрметті оқырмандар, біз үшін күтпеген жағдай. Айгүл мен Шерханның таныстығы тоқтады. Шерхан өзі сол шешімді ең соңғы моментке келгенде айтты. Өзіңіз не түсіндіңіз? Соңғы сұрақ. Очень, я өртіп тұрсын. Бұл шешімге туған күнге барғаннан кейін келдіңіз ба? Бұл шешімге кеше. Демек, туған күнге барғаннан кейін ойландыңыз, өзіңіздің жаңа таныстыққа дайын емес екеніңізді түсіндіңіз, иә? Енді Эдуарданың туған күнде Ақботаны көрдіңіз деген. Солай, құрметті оқырмандар, Шерхан осымен біздің жобадан танысып тоқтады. Сыртта іздей ма жоқ па, оны кейін көреміз.